Армысыздар, сіздер Елордадағы номер 87-ші Абай атындағы мектептің жанындағы Абай тану ғылыми танымдық орталығының экспозиция залына келіп тұрсыздар. Абай тану ғылыми танымдық орталығының экспозиция залы сіздерді ұлылар мекені картасымен таныстырады. Ұлылар мекені картасында Абайдың ұлылар мекенінің жүріп өткен жері Семей қаласынан басталады. Мекені картасының жалғасы Абай ұрпақтарына келіп қосылады. Мұнда Абайдың әкесі Құнанбайдан бастап, Абайдың 2 әйелі, 10 баласы, 19 немересі болғандығы жөнінде ұрпақтары туралы айтып кететін карта. Бұл Елордадағы алғашқы карталардың қатарына қосылады. Абайтану ғылыми танымдық орталығының экспозиция залы мектеп бағдарламасындағы Абай танудың 3 кезеңін қамтиды. Абай танудың алғашқы кезеңі Абайдың балалығы туралы айтады. Бала Абай бөлімі алғашқы Абайдың әкесі Құнанбаймен таныстырады. Құнанбайдың аға сұлтандық қызметі, Құнанбайдың ортасы, Құнанбайдың балаларды тәрбиелеуі, Абай менен Құнанбайдың арасындағы байланыс туралы біз бірінші витринада айтамыз. Екінші витрина Абай дүниеге келгеннен кейін қазақтың ауыз әдебиетімен сусындағаны туралы айтамыз. Абай әжесі Зере арқылы қазақтың ертегілері, аңыздары, дастандары, шешендік сөздері осыдан нәр алған Абай 10 жасында Семей қаласындағы Ахмет Риза медресесіне оқуға келеді. Ахмет Риза медресесінде оқып жүрген Абайды өзбектің сыншысының сынағаны туралы да біз балаларға айтып береміз. Өзбектің сыншысы Абайды көргенде басы көнектей, өксесі сенектей, құлағы шұнақ, кеудесі аққам бұлақ деп сынаған екен. Сол Абай Семей қаласында зиялы орта менен қазақтың таланттары менен Тәтімбет, Біржан, Дулат осындай тұлғаларменен Абай әкесі Құнанбай арқылы тығыз байланыста болғандығы туралы біз осы жерде айтамыз. Бала Абайдың Ахмет Риза медресесіндегі оқуы 3 жылдан кейін аяқталып, әкесі Құнанбайдың ықпалымен ел басқару ісіне араласады. Әкесі Құнанбаймен бірге Қарқаралыға келген сапарын біз мына витринада айтамыз. Қарқаралыда Абай әкесі Құнанбаймен бірге қызметтес болып, Құнанбайдың келесі бөлім сіздерді Ақын Абаймен таныстырады. Ақын Абайдың алғашқы сатысы ол Абайдың арна өлеңдерінен басталады. Құнанбайдың тәрбиесін көрген, Құнанбайдың алдында жүріп, үлкен-үлкен қызметтерменен тікелей араласқан, сондай байланыста болған Абайдың алғашқы сапары Семей қаласында болған болатын. Семей қаласындағы Абай жүріп өткен паром көпір, Семей қаласындағы Абай түскен үй, Бекбай Байысовтың үйі, Абайдың өзі тәрбиелеп өсірген Әнияр Молдабаевтың үйі, осылардың барлығының тарихымен терең таныстыратын витрина осы жерден басталады. Абайдың алғашқы өлеңі Арнаудан басталады деп айттық. Абайдың арна өлеңдерінен кейінгі бізге таныс өлеңі негізі Абайдың көз тірісінде 3 өлеңі ғана жарыққа шыққан. Жаз болыс болды мінекей, Қансонарда бүркітші шығаданға деген. Сол Қансонарда бүркітші шығаданға туралы оқушылардың туындылары қойылған. Келесі бөлім сіздерді Абайдың қайраткерлік қызметімен таныстырады. Абайдың заманында Семей қаласы зиялы қауымның ортасы болды. Саяси жер аударылып келген зиялы қауыммен араласқан Абай Семей қаласындағы статистикалық комитетке мүше болады. Осы статистикалық комитетке мүше бола отырып, көптеген ұлы тұлғалармен араласады. Семей қаласындағы кітапханаға келіп, сол жерде кітаптар алып, өзімен бірге, өзінің айналасындағы көзі ашық ауылдың балаларының барлығына өзімен бірге сол кітаптардан барып жеткізіп беріп отырған. Сонымен қатар 1886 жылы Қарамолада үлкен съез өткен кезде сол съезде Абай 74 бап жазған туралы осы жерге айтамыз. Абайдың қайраткерлік қызметі жөнінде және Абайдың қазақтың тұрмысына пайдаланған заттар туралы біз мына витринада. Абай Семей қаласындағы зиялы қауыммен араласа жүріп, доктор Долгополовпен танысқан болатын. Доктор Долгополовпен танысқан Абай өзінің туған өлкесінен қазақтың тұрмысына, мәдениетіне пайдаланған заттарды Семей қаласындағы кітапханаға 60-қа жуық экспонат жинала келіп өткізеді. Сол экспонаттардың ішінде қазақтың тұрмысына пайдаланған заттардың барлығы бар еді. Сол заттардың көшірмесін біз осы экспозицияға қойып отырмыз. Ал мына бөлім сіздерді Абайдың ақын шәкірттерімен таныстырады. Абайдың қайраткерлік қызметі өзінің ақын шәкірттерімен жалғасқан болады. Абайдың алдын көрген ақын шәкірттері
шәкірттер тек қана өлең жазумен ғана емес, қазақтың музыкалық мұрасын, қазақтың мәдениетін, ұлттық ойындарды, спорттық ұлттық ойындардың барлығын өзінің шәкірттері арқылы бізге жеткізген болады. Сол шәкірттерінің ішінде өзінің немере інісі Шәкәрім де болғандығы туралы біз осы бөлімде айтамыз. Ортадағы витрина сіздерді Абай халық жүрегінде, Абай аудармалары, Абай әлемі, Абай жинаған мұралар сияқты осы экспозициядағы құнды фото деректерменен, тарихи мұраларменен және де Абайдың ән мұрасымен таныстырады. Абайдың музыкалық мұрасында Абайдың 30-ға жуық әні бар екені, Торжорға, Май түні сияқты күйі бар екені туралы айтылып кететін бөлімді біз осы жерден көрсетеміз. Сонымен қатар Абай халық жүрегінде, Абай бейнелеу әлемінде деген тақырыптарменен осы жерге арнайы тоқталып, суретшілердің, Абайды мүсіндегі мүсіншілердің суреті туралы айтып кететін бөліміміз орталықта орналасқан. Келесі бөлім сіздерді Хакім Абаймен таныстырады. Абайдың шығармалары, қара сөздері, Абайды алғаш танытушы абайтанушылар арқылы біз Абайдың кәкімдігін танитын боламыз. Абайды алғаш танушы, Абайды тануды жалпы біз 3 кезеңге бөліп қарастыруымыз керек. Абай дәуіріндегі абайтану, кеңес дәуіріндегі абайтану және бүгінгі абайтану деп 3 кезеңге бөліп қарастырамыз. Соның алғашқы кезеңіндегі абайтанушылардың тұңғышы ол Абайдың немере інісі, Абайдың інісі Ысқақтың баласы Кәкітайдан басталады. Кәкітайдан бастап алған абайтануды әрі қарай жалғастырушы қазақтың, Алаштың ардагері ол Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейханов туралы, Кәкітай Ысқақұлы, Тұрағұл Абайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы шығармаларды біз осы жерде, Абайға байланысты туындылардың барлығын біз осы жерде айтып кетеміз. Шәкәріммен бірге қазақ даласына келген скрипка туралы айтамыз. Сонымен бірге Абайдың шығармаларын, өлеңдерін, текстологиялық өзгерістерінің барлығын бүгінгі күнге жеткізген Қайым Мұхамедханов туралы айтамыз. Қайым Мұхамедхановтың шығармалары, Семеймен байланысы, Абай жүріп өткен Абай заманының куәгері болған ғимараттардың барлығының суреттерімен терең таныстырамыз. Сонымен бірге алғашқы абайтанушылардың ізін жалғастырған Қайым Мұхамедхановтың ұстазы болған, бүгінгі күнге дейінгі абайтанушылардың алғашқы ұстазы болған Мұхтар Әуезов туралы айтып кететін бөліміміз. Мұхтар Әуезов Абай заманындағы Абайдың көзін көрген абайтанушылардан тың деректер жинап, Абайдың өмірі мен шығармашылығының 4 кезеңін қамтыған өмірбаянның негізінде біз абайтануды бүгінгі таңда сала-салаға бөліп зерттеу жұмысына кірістік. Бұл бөлімде Абай шығармаларын зерттеушілер Мұхтар Әуезов, Қайым Мұхамедханов, Алаштың арыстары, сонымен қатар олардың туындылары да қойылған. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын өзінің ғұмырын арнап Абай жолы романын жазғаны туралы айтып кететін бөліміміз. Абай жолы романы бүгінде 50-ге жуық шет тілдеріне аударылғаны туралы айтып кететін бөліміміз осы жерде. Мұхтар Әуезовтың өмірі, шығармашылығы, Абайға сіңірген еңбегі, абайтану ғылымындағы сара жолы, 1942 жылы Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орнынан абайтану курсын ашуы, осының барлығы Мұхтар Әуезов бөлімінде айтылады. Бұдан әрі біздің 3 кезеңге қамтылған бала Абай, ақын Абай, Хакім Абай бөлімі келесі кезекте толық адам іліміне жалғасады.